Тақырыпты қорыту үшін былай жасайық. Бауыржан мырза көріпкелдермен күлкі етіп, оларға тиісіп отырсыз. Сондықтан да осы жерде жалпы көріпкелдер жиналып отырсыздар ғой. Енді Бауыржанның ата-анасының жасын айтып бере алсаңыздар, біз сіздерге сенейік. Қанша ғұмыры барын айтсаңыздар? Мен қатыспаймын. Я в этом цирке участвовать не буду. Гүлбаршын, сіз Это айтып ваше аласыз ба? мнение. Ата-аналарыңыз өте жақсы тәрбиелеген сені, Бауыржан. Мен өте ризамын. Ата-бабаларыңда үлкен құрметті, өзіңде арқау, жырау, үлкен дүние бар. Ондай қасиет болмаса, адам даже сахнаға шығып, сөйлеудің өзі де берілмеген. Гүлшат, мынаны айтыңызшы, ата-анасы туралы, оның қанша ғұмыры қалғандығы туралы, жасы қаншада екенін айта аласыз ба? Папа-мамаңыздың аты кім? Жолдасбек Несібелі. Жолдасбек Несібелі. Мамасы очень пунктуальный, очень прекрасный человек, уже в возрасте. И папасы да көп сөйлемейтін, сондай сөзін шашпайтын адам, өте ақылды адам. Сондықтан мен ойлаймын, сенде де дарынды қасиет бар, ешкімді біз бұл жерде нетуге келген жоқпыз, балам. Тек қана саған үлкен бақыт тілеймін. И өмірде жасын айта алмадыңыз. Жастары преклонно уже в возрасте. Они мамасы да үлкен уже не киіп жүрген кісі, ақтық киіп жүрген кісі. Папаңыз да орта жастан жоғары адамдар екеуі де. Жақсы, Гүлбаршын. Денсаулықтары? Денсаулықтар болғанда, мамасы вообще, у тебя мама очень уникальный, духовный человек, она светлая женщина. И она несет, бір үйде, например, шаңырақта, біреу несвені алып жүреді. Сол сені маманың үлкен ақ дидары, сен өзің ақ көңіл баласың. Сіздер айтыңыздаршы. Учат, сіз айтыңызшы сен? Кім Гүлбаршын ханым? Сіз үйіңізде ең үлкен баласыз? Ата-анасы туралы. Ата-анасының неше жастағын айту керек па? Не жұмыс істейді? Шамамен. Қарапайым да адамдар. Түсінікті енді қарапайым адам екен. Сіз Аға, сіз айтыңызшы енді. қамшыңызбен, сылдырларыңызбен біліп бере аласыз ба соны? Бұл кісіні мен қазір айтамын. Ата-анасы туралы айтып берші. Әкесі где-то бір 55 жастарға барған, 55-56 жастарға. Мамасы где-то бір, не десем болады, 48 жастарға барған кісі. Қанша ғұмыры қалды ата-анасының? Әкесінің өмірі, Құдай қаласа, барса бір где-то 79-80 жастарға барады, Құдай қаласа. 83. 80 өрсіп бағанағы. Мамасы да где-то бір 75-76 жастарға кіреді, Құдай қаласа мамаң. Түсінікті. Бақыт, сіз айтыңызшы. Мен айтпаймын. Я в этом цирке участвовать не буду. Неге? Айтсаңшы енді. Айтқым келмейді. Бауыржан айтсын өзі ата-анасы туралы. Әрине, мен енді дәл бүгін кезі кісілерге көзім жетті. Сенбейтініме. Өткені менің шешем 8 жасында қайтыс болып кеткен. Жоқ, енді ақ жамылып тұр деп айттым ғой сізге. Ақ жамылып тұрген қайтыс болды деген сөз. 20 жылдан кейін қайтыс болды. Әкеңізде жоқ па? Әкемде жоқ, шешемде жоқ. Мен үйдің ең кенжесімін. Поймите одно правило в жизни. Хаму нельзя отвечать. Ему только по-хамски надо. Надо вам, зачем вы ему доказывать то, что не надо доказывать? Абсолютно. Бақыт ханым, сәлденге жаластырамыз. Мен саған Алла деп аузымды аштым ба? Айтывасыз ғой өзіңіз. Нағыл деп айттым мен. Бақыт, сәл сабыр етсеңіз, Бауыржан. Мен сен халық деген сен халық емессің.